балалар, бүгін информатика сабағына қош келдіңіздер. Орныңызға отырайық. Ең алдымен балалар, бүгінгі сіздердің сабақтағы көңіл-күйлеріңді тексеру үшін мына программаға әрқайсыларының көңіл-күйлеріңді белгілеуді сұраймын. Тақтаға шықсаңыздар болады. Бір-бірімізді тез-тез шыға беріңдер, бірден жинап. Тамаша екен, иә? Ал енді бір-екі оқушы айтып кетсінші, неліктен көңіл-күй тамаша екен? Мейірім. Менің бүгінгі сабаққа көңіл-күй тамаша. Себебі? Себебі бүгін сабақтар қызық өтті. Жақсы. Ал енді тағы да кім айтады? Бүгін көңіл-күй неге тамаша өтті? Мен айтамын. Арай ғой. Өткен мен көңіл-күйім керемет. Себебі бүгін мен сабаққа дайындалып жақсы келдім. Жақсы дайындықпен келдің, иә? Жақсы балалар. Ендеше сабақтың соңына дейін барлықтарында көңіл-күйлерің дәл осындай тамаша болады деп сенемін. Мен сабағымызды бастамастан бұрын топқа бөлініп алайық. Қазір 3 топқа бөлінеміз. Тақтаға назар аударамыз. Бірінші топ Аслай, Мейірім, Раян. Екінші топ Абиля, Арай, Жанболат. Және үшінші топ Адиля, Дастан, Кәусар. Орныңызға отырайық. Әркім өзі отырсыңыз. Ал енді балалар барлықтарына осындай бағалау парағы таратылады. Бұл өзін-өзі бағалау парағы. Сабақ бойынша әртүрлі тапсырмалар болады, иә? Жұптық жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыс, әрқайсысын өздеріңді бағалап, дескриптор бойынша осыған балдарыңды қойып отырасыңдар. Және сабақтың соңында сол балдарды есептеп, тақтаға да белгілейтін боласыңдар. Сабақтың соңында кімнің қанша бал жинағаны белгілеу болады. Барлығына қаратып шығамын. Тексеру барысында өздерінің сүйікті әдістерін Ликес бағдарламасы арқылы өткен сабақты есімізге түсіретін боламыз. Ол үшін сендерге осындай белгішілер таратылған, иә? Ойынның шартын білесіңдер, яғни қай жауап дұрыс, сол белгішілерді басатын боласыңдар. Сұрақтардың тақтадан шығарамын қазір. Беттің төменгі жағында немесе құжаттың соңында орналасқан қосымша ақпарат немесе түсініктеме не деп аталады? А. Сілтеме, Б. Нұсқама, С. Мазмұны, Д. Тізімдер. Көтереміз. Көтереміз, Аслайын. Саусағында. Барлық жауап берді ме? Арай. Арай болды. Жақсы. Келесі сұрақ. Нұсқамалар беттің қай бөлігінде орналасады? Нұсқама Ал енді балалар өткен тақырыпта біз қандай тақырыпты өттік, Адиля? Біз нұсқама және сілтемелер тақырыбын өттік. Жақсы. Ал енді нұсқама деген не? Анықтамасын кім айтып өтеді? Раян. Нұсқама деген, ол мысалы мәтінде бір түсінбейтін сөз болса, оның үстіне санды қояды. Сосын мәтіннің соңында ол санын сызықша қойып, ол сөздің не мағына беретінін жазады. Жақсы, Раяна. Жарайсың. Тағы да кім толықтырады? Мейірім. Егер мәтінге түсініксіз немесе сәл ескірген сөздерді түсінбейтін адамдар болатын болса, оның ішіне қасына бір сан қойып кетеді. Ол мәтін біткеннен кейін сол қағаздың астына түскен кезде сол түсініксіз сөздер түсініктемесін мағынасын жазады.
Жақсы. Ал енді біз осы нұсқамаларды қай редакторда жасаймыз, қай программада? Word редакторында, иә? Осы Word редакторында нұсқаманы қою үшін қандай әрекетті орындау қажет? Кім айтады? Жанболат. Студент ссылки деген сөз табамыз, сосын сол жағында, төменгі жағында вставить сноску деген бар. Сол арқылы жасай аламыз, иә? Жақсы. Енді балалар, біз бүгін осы Word редакторының тағы да бір мүмкіндігімен танысамыз, ол гиперсілтемелер деп аталады. Яғни бүгінгі сабақтың мақсаты біз бала сіздермен мәтінге гиперсілтеме қоюды үйренеміз. Жалпы гиперсілтеме дегеніміз не? Оқулықтың 110 бетін ашайық. Гиперсілтеме дегеніміз жалпы сендер интернетте отырған кезде, ғаламторда отырған кезде осы гиперсілтемелермен көптеп кездесесіңдер. Бір құжаттан екінші құжатқа былай айтқан кезде сілтеме жасау, иә? Анықтамасы. Гиперсілтеме бұл басқа слайд, құжаттың адресі байланысқан, тегтің үзіндісі немесе құрамдас объект. Гиперсілтемені шерту басқа құжатқа, басқа презентацияға немесе интернеттегі веб-бетке көшуді жүзеге асырады. Мысалы, бір интернеттен бір нәрсені тапсаңдар, бір досына айтсаңдар, не деп айтасыңдар? Маған сілтемесін жіберші деп айтасыңдар ғой. Сілтеме, яғни не нәрсеге көмектеседі? Сол бетке оңай және тез өтуге көмектеседі. Әр нәрсенің өзінің несі болады? Гиперсілтемесі болады. Бұны Word редакторында да гиперсілтемені оңай жасауға болады екен. Жалпы гиперсілтемені орнату үшін не істеу керек? Гиперсілтемені орнату үшін ауысу орналатын мәтін бөлігін немесе суретті белгілеп алып, Ctrl-K пернелерін үйлесімі немесе қою гиперсілтеме командасын орындау керек. Жаңа қай объектіге гиперсілтеме қойғыларын келеді? Соның оң жағын бастаңдар, жанама меню ашылады, қазір көрсетеме. Сол жерден гиперсілтеме командасын таңдаймыз да, қай құжатқа қойғымыз келеді, соны да таңдайтын боламыз. Бірінші тәсіл гиперсілтемені қоюдың бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсілі вставка менюіне барамыз да гиперсілтеме дегенді басамыз. Екінші тәсілді назар аударайық. Екінші тәсіл жанама мәзірді шақырып, тінтөрдің оң жақ белгісін басу арқылы және осы жерден гиперсілтеме дегенді басуға болады. Тінтөрдің оң жағын басып, контекстік менюден гиперсілтеме батырмасын басамыз. Гиперсілтеме қосу сұхбат терезесі. Яғни қай құжатқа гиперсілтеме жасағыларың келеді? Осындай терезе ашылады. Файлом веб-страницы интернеттегі бір сайтқа ма, әлде бір құжаттағы документке ма, жаңа құжатқа ма, немесе электронды поштаға ма, қай құжатқа жасау керектігін осы сұхбат терезеден таңдайтын боласыңдар. Гиперсілтемені жасауда суреттер мен мәтін қолданылады. Гиперсілтеме мәтінінің кәдімгі мәтіннен айырмашылығы, гипермәтіннің асты сызылып басқа түске енеді. Және сол мәтін үстіне шыққан курсорын апарғанда, курсор сұқ саусаққа айналады. Гиперсілтеменің түсі қандай болады жалпы интернетте? Көбінесе көп болып тұрады. Кәдімгі мәтіннен гиперсілтеменің айырмашылығы осында. Оның гиперсілтеменің түсі көп түске енеді. Келесі топтық жұмыс, Venn диаграммасы, яғни өткен сабақта өткен нұсқама және бүгінгі сабақта өткен гиперсілтеме тақырыбын Venn диаграммасын салыстырасыңдар. Бұл жақта да өзін-өзі бағалау парағына егер де ұқсастықтарын жаза алсаңдар 1 балл, айырмашылықтарын жаза алсаңдар 2 балл қойасыңдар. Қазір әр топқа осындай таратып беремін. Топтық жұмыс балалар топ болып орындаймыз. Ал балалар, қай топ аяқтады? Біз. Мейірім, бірінші топ.
Нұсқамалардың екі түрі бар. Біріншісі түсіндірме мәтін сілтеме тұрған бетке орналасатын қарапайым нұсқама. Екіншісі құжатты тараудың орналасатын түсіндірме. Ұқсастығы екеуі де түсініктеме береді. Екеуі де Word программасында қолданылады. Гиперсілтеме құжаттың өзіндегі сөз сөйлеме немесе графикалық объектілердің біріне сілтеме беретін гипермәтіндік құжаттың бөлігі. Жақсы. Келесі қайта қарай айта ғой. Гиперсілтеме дегеніміз құжаттың өзіндегі әріп, сөз, сөйлем, абзац немесе графикалық объектілердің біріне сілтеме беретін гипермәтіндік құжаттың бөлігіне сонымен бірге жергілікті дискідегі файлдарға компьютер желіде файл қосымша деп беттерге сілтеме беріледі. Жақсы. Үшінші топтан Каусар. Нұсқама дегеніміз нұсқаманың екі түрі бар. Біріншісі түсіндірме мәтін сілтеме тұрған бетте орналасатын қарапайым нұсқама. Әдетте олар әдеби шығарма, эссе жазу кезінде қолданылады. Ал екіншісі түсіндірме мәтін құжаттың тараудың соңында орналасатын құжат соңындағы нұсқама. Гиперсілтеме құжаттың өзіндегі әріп, сөз, сөйлем, абзац немесе графикалық объектілердің біріне сілтеме беретін гипермәтіндік құжаттың бөлігі. Ұқсастығы Word программасы мәтінде қолданылады, екеуі де бір сөзге белгі қойылады. Жақсы болмады. Келесі практикалық жұмыс орындаймыз. Оқулықтың 113 бетін ашайық. Оқулықтың 113 беттегі тапсырма. Яғни бұл жерде максималды балл балалар 3 балл болып табылады. Компьютерімізді қосамыз. Қай жерге отырсыз? Жарайсыздар балалар, көпшіліктерін практикалық жұмысты өте жақсы орындадыңдар. Енді өзін-өз бағалау тарапынан өздеріңді бағалап кетіңдер. Яғни максималды балл бұл жерде 3 балл берілген. Кім тапсырманы толық орындады, өзіне 3 деген балл қояды. Кім толық орындап болған жоқ, сәйкесінше 2 балл, 1 баллды өздеріне қоясыздар. Гиперсілтемені кірістірудің бір жолын атаңыз. Кім жауап береді? Мейірім. Бір сөйлемді немесе сөзді белгілейміз да, мышканың оң жағын басамыз. Сонда
сол жерден гиперссылка дегенді басамыз. Содан біздің файлымызды таңдап, сол сөзді таңдаймыз. Сол кезде бізге гиперссылка шығады. Яғни тіркеудің оң жағын бассақ, жанама мәзір пайда болады. Сол жерде гиперсілтеме дейді. Гиперсілтемелер не үшін қажет? Кім жауап береді? Гиперсілтеме не үшін қажет? Жанболат. Бірде-бір құжаттарға кіру үшін. Оңай табу Құжаттарға тезірек кіру үшін. Мәтінге, құжаттарға тез кіру үшін. Тез кіру үшін, оңай кіру үшін. Жақсы. Келесі бейінгі. Гиперсілтемеге анықтама бер. Гиперсілтеме дегеніміз не? Кім жауап береді? Дастан. Гиперсілтеме дегеніміз ол өмір интернетте немесе мәтінде бір затты таба алмасын, соны басып тез табуға болады. Соны гиперссылка дейді. Яғни мәтіндік құжаттың, гипермәтіндік құжаттың бір бөлігі болып табылады. Келесі сұрақ. Гиперсілтеме жою жолын атады. Жаңа біз практикалық жұмыста жойған болатынбыз, бір-екі баламен. Қандай жояды екенбіз арай? Сол сөзді алып, және мишканың оң жағын басып, жоқта удалить гиперссылку дегенді басамыз. Тентурын оң жағын басып, жанама меню ашылады. Сол жерден удалить гиперссылку деген бар екен. Жақсы. Ал енді балалар әрқайсыларының өзін-өзі бағалау парағындағы неше балл жинағандар, соны осы тақтаға белгілеп кетулеріңізді сұраймын. Жақсы балалар, бұл сабақ қорытындысы бойынша Раяна 8 ұпай, Асыл Айым 9 ұпай, Абида 8 ұпай, Дастан 9 ұпай, Мейірім 9 ұпай, Адиля Каусар 8 ұпай, Жанболат 8 ұпай, және Арай 9 ұпай. Інжу бүгін бізге сабақта жоқ, не балалар? Енді келесі үй тапсырмасын жазып аламыз, күнделігімізді ашып, үй тапсырмасы 114-ші беттегі үй тапсырмасы беріледі. Күнделікке жазып алайық. Үй тапсырмасын жазып алсақ балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлерімді осы бағдаршам әдісі ретінде белгілеріңізді сұраймын. Яғни бүгінгі сабақ түсінікті болса, жасыл белгішесін басамыз, сұрақтарымыз болса сары, және түсініксіз болса қызыл белгішені басатын боламыз. Бір-біріне тақтаға шығып, өзіміздің кері байланысымызды белгілейік. Atesi satar şahit.